баршаңызға бұл қазақша кино шолу арнасы арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыз. Біз бүгін Қазақстан кино индустрия саласында аса танымал болған фильмдерге шолу жасаймыз. Сол фильмдердің ішінде 2024 жылдың үздік фильмі ретінде «Жаза» фильмі танымалдыққа ие болды. Фильмнің режиссері Максим Акбаров, ал сценарийі Дархан Төлегенов пен Мақсат Тұрысбековтың қолынан шыққан. «Жаза» коррупция тақырыбын көтеретін экшн-драма ретінде түсірілген және оның сюжеттік желісі қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді, құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты бейнелейді. Фильмнің басты кейіпкерлері арнайы қызметкерлер, олар өзінің абыройын қорғау үшін күреседі. Фильмнің сюжеті қоғамдағы заңсыздықтармен және әділетсіздікпен күресу туралы баяндайды. Фильмнің басына кейіпкерлердің қиындықтары мен ішкі конфликттері ерекше көрсетілген. Бұл көрерменге фильмді одан сайын қызықты етеді. «Жаза» фильмі прокаттағы табысы, сондай-ақ басқа қазақстандық фильмдермен салыстырғанда қазақ киносын дамып келе жатқандығын көрсетеді. «Жаза» қазақстандық кино үшін жаңа кезеңнің символы болып табылады және оның әлеуметтік мәселелерді қозғауы көрермендердің көңілінен шығары сөзсіз.